Бүгін мен ерлер рубашкасының етегін қысқартатын боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, рубашканың етегі фигурный болып тігілген. Ең бірінші мен керексіз түймелерін қиып алып тастадым. Рубашканы бір-біріне беттестіріп, булавкамен қадап алдым және белгіленген сызықтың бойымен керекті өлшемді кесіп алдым. Одан кейін мен үтіктеп алдым 1 сантиметрге қайырып. Сол белгі қайырылған бойынша ішіне тағы да 0,5 мм қайырып, шетінен 1 мм тігіспен түзу етіп ровно тігіп шықтым. Айта кету керек, егер де қысқартатын рубашкаңыз лен матасынан немесе ХБ матадан болатын болса, міндетті түрде алдын ала ыстық суға бір жуып алу керек. Өйткені мата міндетті түрде отырып қалуы мүмкін. Сол себепті алдын ала жуамыз. Егер де тігетін кезде дұрыс тігілмей қалуы мүмкін, жасай алмаймын деп ойласаңыз, онда қайырып алып, жиі әр жерден булавкамен қадап алғандарыңыз дұрыс болады. Тігу процесінде булавканың шетінен алып отырасыздар. Нақты әдемі болып шығады сол кезде. Тігіп болғаннан кейін рубашкамыздың етегін видеодағыдай үтіктеп шығамыз. Созып алмау керек. Үстінен басып, жай отырғызып үтіктейміз. Дайын болғанда мына аккуратно, әдемі болып шығады.